де суық тәсілмен сығылған, мүмкіндігінше органикалық түрін таңдаған жөн. Нағыз зәйтүн майын ішкенде жұтқыншақта сәл ғана ашқылтым сезім қалуы мүмкін, бұл оның сапалы екенін білдіреді. Ал мүлде дәмсіз, жұмсақ болса, көбіне ол қолдан араластырылған болып шығады. Ал бұл қоспаны қалай дұрыс қабылдауға болады? Таңертең ұйқыдан тұрған соң бір ас қасық зәйтүн майын алып, үстіне бірнеше тамшы лимон тамызып, бірден ішіп жібересіз. Одан кейін шамамен жарты сағаттан соң таңғы асты іши беруге болады. Бұл әдетті күн сайын жалғастыруға болады. Аз ғана мөлшердегі пайдалы май ағзаға ауырлық түсірмейді, керісінше ішек қарным жұмысын біртіндеп қалыпқа келтіруге көмектеседі. Кей адамдар бірнеше аптадан кейін жеңілдік сезінетінін, таңғы сергектік артатынын, тіпті ұйқысының да түзелгенін байқайды. Егер бірден ішіп үйрену қиын болса, зәйтүн майын салатқа қосып пайдалануға да болады. Лимон шырынымен араластырып, көкөніс салаттарына